Осы фильмді дайындау барысында біздер түрлі жылдарда әлем тарихына болмаса да, өз ұлтының тағдырына ықпалы болған мемлекеттер көшбасшылары мен саясаттағы лидерлердің өмір жолдары жайындағы мыңдаған сағаттардан тұратын бейне материалдарды қарап шықтық. Үлкен саясат туралы айтпас бұрын, алдымен байқаған заңдылықтарымызды баян етіп көрелік. Өзіміз әсіре саясатшыл емес, нағыз мемлекет қайраткерлері деп танығандардың көбі жайында, олардың алдына қойған мақсаттарына қалай жеткендері хақындағы сауалдар қою, әдетте ыңғайсыз екені рас. Десек те, үлкен саясатқа қатысты сезінгендерімізден шығар. Жалпы қорытындыға келсек, әдетте бір елдің көшбасшысын өзге ұлттың тарих шежіресіне айналған лидерімен салыстырып, мына заманнан алыс қалған дәуірлер тұлғаларымен теңестіру, парасат пайымынан көрі, шаттануы асып төгілетін көңіл күй ауанындағылардың байламынан туатын секілді. Шындығында көшбасшыны уақыттың өзі таңдайды. Оның лайықтылығы сәті түскен сәттерде, уақыттың өзі сынақтан өткізетін ұлттың да лайықтылығына пара-пар. Көшбасшылыққа үйрену мүмкін емес, көшбасшы болып туу керек. Үлкен саясат, ол не? Бір қарасаң, бұл сауалға балада жауап табатындай. Десек те, тағдыр үлкен саясатпен айналысуды жазған адамдар жайында әркімге де түсінікті болар, нақты жауап табу қиындау болар. Сондықтан, бұл құбылысқа келіссөздер мен саммиттер өтетін заңғар сарайлар мен үлкен мінбелер салтанатты тұрғысынан емес, өзге бір қырынан келсек, зайыр. Мы с Путиным сняли Міне, еркінде, раясыз дидарласуға көшкен саяси, экономикалық һәм қаржылық империялар державаларының басшылары. Бір қарағанда шен-шекпендері де жоқсынды. Кез келген мемлекеттің де ата заңы өзінің әр азаматына еркін дем алу мүмкіндігін сыйлайды. Ал мемлекеттер басшылары болса, сол ата заңның кепілі болғандықтан, осынау бұлжымас құқықтың жүзеге асуын жеке бастарының өнегесімен көрсетуі керек болар. Ал ақпарат көздері елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қысқа мерзімдік демалысқа шықты деп хабарлағанда ше, президенттің ресми және жұмыс сапарлары уағындағы, әсіресе кей реттерде аса қажырлы күш жұмсауды керек ететін кездесулер арасындағы тыным сәттері қалай болады екен? Открывается конкурс. Былай қарағанда, әлемдік көшбасшыларға адамға тән нәрсенің баршасы жат емес секілді. Даналық, қарапайымдылықта, таза ауадағы серуен, спорт алаңы, тау шаңғысы жолы, дастархан басы. Ықыласты әңгіме үстінде өзіміз айтатындай жұмыс жайын қоя тұралық дегенмен, үлкен саясат жалғаса береді. Извините, но я поймал. Будем следить за гостем, чтобы вся рыба туда ушла. Опа! Ну вот. Әлде бір ірі елдің үлкен басшысы айтты дейтін. Бізде дос та, дұшпан да жоқ. Тек қана мемлекетіміздің мәңгілік мүддесі ғана бар деген байламның ақиқаттан алыс екенін байқауға болады. Әгер яки
Халықтар арасындағы осы тоқтам қағидатқа айналса, баршамыз тек жұмыстың ғана құлы болар едік. Уақыттың өзі дәлелдегендей, тарихтағы жеке тұлғаның рөлі ұлт лидерлерінің қарым-қатынастарында маңызды мәнге ие. Насколько важно в большой политике иметь вот эти неформальные отношения с лидерами стран? Хотим мы того или не хотим, в современном мире до этого от отношения лидеров многое зависит от отношения и межгосударственные, потому что ориентируется бизнес, ориентируется министерство, ведомство. Эти вопросы решаются благодаря и личным отношениям тоже. Әлбетте, кейде бейресми бұндай жүздесулердің астарында ресми жағдайлардағы келіссөздердегідей мүдделер тоғысуын іздеуде жатады. Тіпті саяси сайыстар спорт алаңында да жалғасын таба беретіні бар. Осының қайсысында да елбасымыз жеңістің жолын таба біледі. Келіссөздерге қатысқан шетелдіктердің басым бөлігінің пікірінше, тұңғыш президентімізге таңғаларлықтай саяси харизм тән. Ол қашанда тамаша дипломат, экономика заңдылықтарын терең білетін ғұлама, ғажайып ойшыл әрі философ. Нұрсұлтан Назарбаевтың өз пікірлесін баурап алар керемет қабілеті, сеніміне кірер қасиеттеріне бәсекелесін өз жағына тартып алар, сөйтіп, сыйластық ахуалында орнатар дарыны тұғыр. Сондығынан көптеген ұлттардың көшбасшылары Назарбаевты өздерінің досы, тіпті бауыры санайды. Президентіміздің бір тікелей эфир кезінде айтқаны баршамыздың жадымызда жатталып қалғаны бар. В 2006 году я совершал официальный визит в Соединенные Штаты Америки. Перед этим меня пригласил отец президента Буша, старший Джордж Буш, с которым у меня сложились очень близкие дружеские отношения. Вечером мы приехали, весь вечер беседовали о делах, вспоминали. Я у них переночевал, утром проснулся, он сидит возле океана, и мы вдвоем сидели и беседовали. Говорит, ты сейчас уезжаешь в Вашингтон, у тебя будет там визит, встреча. Может быть, у тебя есть ко мне вопросы какие-то? Я говорю, никаких вопросов нет, я приехал как гость к своему старому другу. Ну, говорят, многие думают, раз он мой сын, я беру палку и гоняю его по Белому дому. Я, говорит, просто гражданин Америки сейчас и больше никто. Однако я кое в чем тебе могу помочь. Вот ты, говорит, когда зайдешь в овальный кабинет, ты скажи, что 41-й, то есть передает 43-му, то есть 41-й президент, 43-му, что в ближайшую субботу я ему надеру задницу. Я говорю, ну неудобно же. Нет, говорит, ты не меняй. Именно так скажи ему. Я же не знаю, о чем идет речь. Он еще раз говорит, ты скажи, и потом у тебя сложится хорошая дальнейшая беседа. Зашел я в овальный кабинет, поздоровался и говорю. Он сказал, передай мои слова, слово в слово, ничего не said, pass my words to my son, word for word, without changing it. So I'm not adding nothing. Он сказал, And he said, передай, tell что him Кем Дэвиде in Camp на David, боулинге. he went playing golf. Бұл не? Езу тартқызар оқиға ғана ма? Әлде елбасымыздың әйгілі американдықтар әулетінің қастерлі отбасылық сеніміне кіргенінің куәсі ме? Әрине, мұндай риясыз достық ахуалдың Құрама Штаттарымен үн қатысуда өзді-өзінен орнай қалмағаны ақиқат. Әу баста егеменді Қазақстанның тұңғыш басшысы ретінде Ақ үйдің сопақша залында Джордж Буштың үлкенімен алғашқы кездесу болған. Сол жолы кешегі кеңестік кеңістіктің болашағы мен еліміздің ядролық қарусыз ел мәртебесі жайында ашық әңгіме өрбіген. Сол жолдың өзінде әңгіменің ресми хаттама арнасынан асып кеткенін елбасымызда есіне алады. Джордж Буш келіссөз жүріп жатқанда менен демалыс бөлмесіне өтуімді сұрады.
Онда ол компьютердегі бірнеше операцияны игергенін мақтанышпен көрсетті. Бөлмеде балалар ойыншықтары көп екен. Ол өзіне немерелерінің жиі келетінін айтты. Менің де немерелерім бар екенін білген соң, бір ойыншықты орап берді. Содан соң аулаға шықтық. Онда сүйікті ойын алаңы бар екен. Арнайы жасалған тағаларды қазыққа түсіру ойын екен. Мен де ойнадым. Нәтижесінде отып шықтым. Джордж Буш, сіз де бұны жиі ойнайсыз ба деп сұрады. Мен, жоқ, бірінші рет ойнап тұрмын дедім. Нұрсұлтан Әбішұлы теннис ракеткасын алғаш қолына алып, одақтас ресейліктермен спорттық сайысқа түскенде де спорт шеберіндей өнер көрсеткен. Бірақ кейде осы спорт түрінен Кремльде бұрын соңды болмаған саяси сән үлгісін жасаған Ресей президенті Ельциннен әдейі де ұтылуға тура келгенін айтады елбасы. Сірә, ресейлік осынау спорттық қарсыласы әрі стратегиялық әріптесінің қызбалау мінезін де ескеру керек болған шығар. Қалай айтсақ та, ол Қазақстанның және Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен досы болған адам еді. Маған Борис Николаевич, Нұрсұлтан Назарбаевтай лидері елін басқарып отырған Қазақстанның қандай жолы болып десеңші деген сөздерді жиі айтатын. Мүмкін, Ресей мемлекетінің осынау жаңа басшылығы мен бұл бейресми кездесулердің жаңа интеграциялық идеялардың өмірге келуіне себепкер болуы. Владимир Путиннің 2003 жылы мойындағанындай бүгінде жүзеге асқан бірегей экономикалық кеңістік идеясы ресми келіссөздер кезінде тумағаны айдан анық. Тіпті бұрынғы кеңес Қытай шекарасындағы шиеленісті жойып, өзара сенім шараларын орнатуға арналған кеңестен бүгінде аса көлемді интеграциялық ғаламдық жүйеге айналған Шанхай ынтымақтастық ұйымының да қысқа мерзімде осыншалық секіріс жасауы тек ресми ғана ынтаның нәтижесі еместігі талассыз. Айтпақшы, саяси достықтың тұрпайылық атты дұшпаны да бар. Кеңестер одағының күні батар уағында батыстың үлкен мемлекеттері басшыларының арқасынан қаққандарын өздерінің жеке жетістігімен елінің болашағының кепілі деп қателескен жаңа тәуелсіз елдердің талай саяси көш басшылары онысын кең жарнамалауға, мақтан көруге талпынды. Бірақ желбуаз сол мақтаулардың арты ғажайыптардың ертегіде ғана болатынын көрсетіп, қатаң талаптарға ойысты. Іс жүзінде олар экономикадағы, саясаттағы қатал бәсекелестікке ойысып, әлем алпауыттарының артық ештеңе жоқ, тек қана бизнес деген ұстанымдарын жүзеге асыра бастады. Мемлекеттік мүдде ғана алға шықты. Бұл тұста Назарбаевтың ұстанымдары тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мұраттарына ғана бағынып, алғашқы қадамдардан жас егемен елдің мүдделері жолында 20 ғасырдың тарихына аттары кірген саясаткерлермен сенімге толы, ақ адал ықыласты қарым-қатынастар орнатуға жұмсалды. Қазақстан президентінің Сауд әмірліктеріне алғашқы ресми сапары уағында король Фадх ас-Сауд күтпеген жерден өз мейманына ерекше ықылас көрсетті. Мен корольге өзімнің қажылық жасау тілегім жайында айттым. Сонда керемет болды. Менің ниетімді білген король маған Қағбаның ішіне кіруіме рұқсат берді. Дін істері министрі Факуф орнынан ұшып тұрып, ұлы мәртебелім, Қағба қазір жөндеуде ғой. Біз тіпті ол жерге ислам мемлекеттері басшыларында кіргізе алмаған едік деп еді. Король болса қысқа ғана қайырды. Мен сізге айттым ғой. Министр басын иді. Король Фадх мені машинама дейін шығарып салып, қоштасарда мені толық қажылық жасауға шақырды. Біздер үшін мешітті арнайы ашты. Бойымды ғажайып тебіреніс билеп кетті. Қағбаның іші мен сыртында жөндеу жұмыстары жүріп жатыр екен. Біздер үшін арнайы жол жасады.
Корольдің жеке рұқсатымен қағбаның ішіне ендік. Маған қағба ішінде қанша болғым келсе де рұқсат берілді. Король Фатых, егер Аллахтан осы жерде тілек сұрасаң, оның міндетті түрде қабыл боларын айтты. Сонда жаратушыдан не сұрадыңыз деп маған жиі сауал қояды. Мен жаратушыдан елімнің өркенін, қазақтарым мен халқымның амандығын сұрадым сонда. Тіпті саяси қарсыластарының өздері де Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қызмет ететін, өзі басқарып отырған, тағдырын сеніп тапсырған елінің мүдделерін бәрінен де жоғары қоятын аса тәжірибелі де дана басшы екенін мойындайды. Мұны қазақстандықтар да көріп отыр. Ұлт лидерін тап осы керемет саяси ерік күші мен қуатынан әлеуеттер алатын жігері алға бастауда. Сондықтан түрлі елдердегі достарымызбен бейресми ахуалдарда әңгімелесе қалғанымызда сіздердің президентке жолдарыңыз болды. Ол өз халқына жүрегін бөліп береді деген сөздерді жиі естиміз. Қарап тұрсам өмірім ақсақ киек бір дайындап кетеді, бірде желіп жан ерген. Анау мынау десең де қимайды екен көз көрген.